Hi everyone, today's lesson is about to be in interrogative sentences. To be етістігінің сұраулы сөйлемдерде қолданылуы. Біз to be етістігінің болымды және болымсыз сөйлемдерде қолданылуын өткенбіз. To be етістігі жақтарға жіктелгенін айтқанбыз. Міне жекеше түрде осы бетте бірінші, екінші, үшінші жақта I am, you are, he is, she is, it is болып жіктеледі дегенбіз. Енді сұраулы сөйлем қалай жасалады? Сол жіктелген to be етістігі етістігінің түрлері бірінші орынға келеді. Мына есімдіктер екінші орынға келеді. Бастауыш екінші орынға келеді. Сонымен осы екі сөз орын ауыстырады. Онда соған қараймыз. Міне сұраулы сөйлем. Am I 10? Жай сөйлемде дауысырағы төмен түседі. I am 10. Сұраулы сөйлемде дауысырағы кішкене жоғарылайды. Соңына қарай. Am I 10? You are 10. Are you 10? Is he 10? Міне сұраулы сөйлемде. He is 10. Is he 10? Осылай айтылады. Сөйлемдер көпше түрде. Дәл солай қараймыз. Are we 10? You are 10. We are 10. Біз ondамыз. Are we 10? Біз ondамыз ба? You are 10. Сендер ондасыңдар. Are you 10? Сендер ондасыңдар ма? They are 10. Олар онда. Are they 10? Олар онда ма? Сұраулы сөйлемдердің бұлай жасалуы сендерге таныс. Өткен жолы біз сілтеу есімдіктер this, that, these, those өткенде дәл осылай жасалуын көргенбіз. Бұл бетте сол алдыңғы беттердегі айтылғандардың топтамасы. Бір беттегі, жекеше көпше түрдегі. Алдында айтқандай, міне екінші жақта көпше түрде, жекеше түрде бірдей болады. Бұл бетте бізде сол сұраулы сөйлемдерге мысал сөйлемдер. Мен 3 жастамын ба? Деп сұрайтын болса, кішкентай қыз ол Am I 3 years old? Деп сұрайды. Am I 3 years old? Сен 12-десің бе? Сен 13-те емессің бе? Are you 12 years old? Are you not 13? Сен Кейтсің бе? Are you Kate? Aren't they from Almaty? Олар Алматыдан емес пе деген. Міне, from деген preposition, орысша предлог, сол шығыс септігін білдіреді. Дан, ден, тан, тен деген шығыс септігінің жалғауларын осы ағылшынша осындай preposition менен айтады. From. Aren't they from Almaty? Олар Алматыдан емес пе? Are they from Taraz? Олар Тараздан ба? Isn't she 150 centimeters tall? Оның бойы 150 сантиметр емес пе? Is he 23 years old? Ол баланың жасы 23 жаста ма? Жігіт немесе. Is she 23 years old? Ол қыз 23 де ме? He, she, ол қыз деген сөз. Are you excited? Екінші жақта. Are you excited? Excited деген ол қатты қуану, шаттану. Сіздер шаттанып тұрсыздар ма? Are they happy? Олар қуанышты ма? Are they from Ақтөбе? Олар Ақтөбеден бе? Мында to be plus adjective. Adjective деген сын есім. Бірнеше сын есімдер бар, сол үшінші жағы жекеше түрде сын есімдерді пайдаланып сөйлемдер айтамыз. She, ол қыз деген, he, ол бала, it деген адамнан басқа оларға қолданатын есімдік дедік. She is focused. Ол қыз зейінді, focused. She is kind. Ол қыз мейірімді, kind. He is fit. Ол бала шыныққан, fit. He is muscular. Ол жігіт шымыр. Muscular деген сөз бар, сол осы сөзден шыққан muscle деген сөз ағылшынша бұл сурет. He is intelligent. Ол жігіт зиялы, оқыған деген сөз.
he is intelligent. Бізде де қазақша және орысшада сөздер бар осы intelligently деген. It's cloudy. Ауа райы бұлтты, күн бұлтты деген сөз. It деген бұл жерде the weather деген сөздің орнына қолданып тұрған есімдік. The weather is cloudy, немесе it is cloudy деп осылай айтамыз. It's 5 o'clock. It деген есімдік уақыт деген сөздің орнына қолданып тұр. Time деген. Time is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Уақыт 5. Мына ағылшын тілінде 5 a.m., 5 p.m. деп айтады. Азанғы кездерді a.m. дейді, түстен кейінгі кешкі кездерді p.m. дейді. Оларды біз бөлек сабақта өтеміз. Бұл бетте қысқаша диалогтарға мысалдар. Мен 3 жастамын ба? Десе, оған болымды жауап болатын болса, я, сен 3 жастасың десе, осылай қысқаша осылай айтады алдыменен. Yes, немесе no деп айтады. Yes, you are. Осындай тура сұраққа алдымен осылай yes, немесе no деп жауап береді. Содан кейін барып ары қарай жауапты айтады. Am I 3 years old? Yes, you are. Я, сен 3-тесің. Am I 3 years old? Ал егер болымсыз болса, no, you aren't. You are 4. Сен 4-тесің, 3-те емессің деген сөз. Келесі мысал. Is she late? Кешігу деген сөз late. Ол кешігіп жатыр ма? No, she isn't. Кешігіп жатқан жоқ. She is in time. Ол уақытында келіп отыр. Міне ол кешігіп жатыр ма? Жоқ, ол кешігіп жатқан жоқ. Біз ағылшынша біз айттық қой осылай қысқаша айта салады деп. She isn't, she is not деген, she isn't деп. Қазақшада да бізде сондай мысалдар бар. Мысалы, кешігіп жатқан жоқ. Немесе кешігіп келе жатқан жоқ. Соны біз кешігіп жатқан жоқ деп айта саламыз. Немесе уақытында келіп жатыр емес, уақытында келіп жатыр деп айта саламыз. Немесе уақытында келе жатыр. Is she late? Болымды жауап болса, yes, she is. Ол кешігуде ме? Я, ол кешігіп жатыр. Келесі диалог. Is he intelligent? Болымды болса, yes, he is. Ол жігіт зиялы ма? Я, ол зиялы. Is he intelligent? No, he isn't. Жоқ, ол зиялы емес. Көп жетілген мысалдар. Are you happy? Сен қуаныштысың ба? No, I'm not. Мен жоқ. I'm disappointed. Мен көңілім қалып қойды. Мен көңілім қалды, немесе қалып отыр. Are you happy? Yes, I am. Я, мен қуаныштымын. Are they from Almaty? Yes, they are. Олар Алматыдан ба? Я, олар Алматыдан. Are they from Almaty? No, they aren't. They are from Ақтау. Олар Алматыдан ба? Жоқ, олар Алматыдан емес, олар Ақтаудан деген сөз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Until next time, next lesson.